Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бүгін бір қызықты ақпаратпен бөліскім келіп отыр сіздерге. Мынау ағаштар, жалпы өсімдіктер, оның ішінде ағаштар тірі жан, бұларда сезет, бұларда есте сақтау қабілеттері бар. Соның ішінде бүгін бір қызық ақпаратты айтқым келіп тұр. Ағаштар қыстауды біледі, яғни қысты есіне сақтайды. Соған байланысты бүгін бір қызықты ақпарат айтайын. Ағаштардың бойында бір ген бар. VLC деп айтады, оны қысқаша қысқартып айтатын болсақ, ол ген неге жауап береді? Ол ген ағаштардың қыста гүлдемеуіне жауап береді. Яғни олар гүлдеуді тежейді, блоктайды. Ол қай кезде іске қосылады? Күзді күні, қысты жаз бітіп, күз басталған кезде, күн қысқара бастаған кезде, түн ұзарып, ол кезде осы ген белсенді қосылады да, күзде ағаштардың гүлдеуін тежеп тұрады. Яғни блокта ұстайды. Яғни бұның жұмысы не? Оны блокқа ұстап, бұны қысқа дайындау ағаштарды. Алдында қыс келе жатыр, саған гүлдеуге болмайды, үсіп өлесің деген сияқты қызметке кіріседі. Сол үшін бұл тағы одан кейін не істейді? Бұл қыс басталып, температура төмендей бастаған кезде бұл жұмысын жалғастыра береді. Бұл ген ағаштың ұстап тұрады, гүлдеуінен тежеп тұрады. Одан кейін аяздар түсіп, температура минусқа тұрақталған екен, бұл тежеуіш, яғни бұл тормоз жайлап шешіле бастайды. Яғни өзінен қызметін тоқтата бастайды. Яғни қыс қаншалықты ұзақ болып, тұрақты суық болғаны, бұл тежеуіштің оңай әдемі шешілуіне себеп болады. Сол кезде көктемде ағаштар жақсы гүлдейтін болады. Егерде қыс жылы болса, бір суып, бір жылыса, бұл тежеуіш, бұл гені дұрыс өшпейді. Дұрыс жұмысын атқара алмай қалады да, көктемде ағаштар дұрыс гүлдемейді, немесе ерте гүлдеп қояды. Гүлдесе де аз гүлдейтін болады, сонымен келер жылы өнімі аз болады. Яғни бұны не айтқымыз келеді? Біздің кейде қыстың жылы болуы да кейде біз өніміміздерге теріс әсерін береді екен, немесе кейде біз көріп жатамыз, күзде гүлдеп жатқан ағаштарды көреміз. Яғни ол кезде бұл гендердің дұрыс жұмыс жасамай жатқаны белгісіз деген сөз. Одан кейінгі мәселе, қыс қаншалықты ұзақ температура төмен болып тұрақты болатын болса, бұл ген жақсы жұмыс істеп, жақсы шешіледі, өзінің қызметін тоқтатады. Сол кезде ағаштары жақсы гүлдейтінін білдіреді. Одан кейінгі тағы да бір қызық ақпаратымыз, сол ағаштар қысқа дайындалады. Яғни ол бойында арнайы соған жауап беретін бір қызметкер бар. Қысқа дайындайтын, қысты күні өсіп кетуден тоқтататын. Яғни бұл да бір ағаштардың тірі жан екенін, бұл да бір адамдар сияқты, басқа жануарлар сияқты да тірі ағза екенін дәлелдейді.